тәуелсіздік тарихы туралы түсінік беру, елін, жерін сүюге, құрметтеуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу, қазақ елінің құндылықтарын, рәміздерін қастерлеуге үйрету. Балалар, бүгін біз тәуелсіздік күнін атап өтеміз. Бұл біздің ең қастерлі мерекеміз. Тәуелсіздік елдің өз еркіндігі, өз қолында болып, ешкімге бағынбайтын еркін мемлекет болуы. Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз мемлекет деп өзін жариялады. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің өзіміздің әнұранымыз, елтаңбамыз, туымыз, өзіміздің тіліміз және дәстүр салттарымыз пайда болды. Мынаны тастаймыз. Қандай ойын шығады? Сол төртінші ящикті ашамыз. Ішіндегі тапсырманы орындаймыз. Ол төрт шықты. Төртті ашып көреміз. Отанды сүю отбасынан басталады. Яғни отанды сүю отбасынан басталады дейді. Мына мақалшы. Мына отан дейді. Отаны бірдің жүрегі бір, иә? Мына не? Жүрегі бірдің тілегі бір. Жарайсың. Отан дастық. Туған жердей жер болмас. Туған жердей ел болмас. Жарайсың. Жердің туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық, иә? Одан кейін қай мақалды шешімде бар? Одай рауза. Отансыз адам ормансыз болу. Жарайсың. Елдің анасы. Ердің Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Елтаңба, әнұран және туымыз, иә? Көк туымыз. Елтаңба ортасында не тұрады? Шаңырақ, иә? Астында Қазақстан деген жазуы бар, иә? Және екі жағында дауыстап айтамыз. Екі жағында не бар? Қанатты тұлпар бар. Бұл не болды бізде? Елтаңба болды. Өйткені аспанымыз ашық болсын. Аспанымыз ашық болсын деген сөз, иә? Ол тудың ортасында не бейнеленген? Күн мен қыран. Орналастыршы. Қыран, күн шетінде ою. Күнді неше бейнеледі? Аспанымыз ашық болсын. Аспанымыз ашық, күніміз жарқырап тұрсын дейді, иә? Әнұран, айгүлімсің әлемде, әлемге, әнұран елімізде, Қазақстаным қайса шабыт бергенде, одан болып айтылай бен әр елде, Қазақстан жалауы, көк аспандай көктемде, Қазақстан жалауы, көк емес өтетінде, көрсен аш қабығы, ақ ниеті алтын күн, асқақ арман құраны, жалауы бұл халқымның мәртебесі туады. Елтаңба қайта шапқан көсіпар, аясында қадағи, халықтарын жасыққа шарықтан тазаки, отанбасы елінің елдігінің белгісі. Тәуелсіздік күнің туды кенеле бер. Мерейің құтты болсын тәуелсіздік, ғасырдың тойы болшы келе берер. Барлығымызды тәуелсіздік берекесімен құттықтай отырып, ашық аспан жүздеріңізге күлкі, зор қуаныш, шаттық тілейміз.